Баршаңызға сәлем. Бүгін біздің асханамызда балықтан котлет жасайтын боламыз. Мұнда мен арнайы щука балығын таңдап алдым. Щука балығын таңдаудағы себебім мінекей. Қарап тұрғандарыңыздай сүйегі аз, еті мол, фарштағанға өте керемет. Сол себептен де осы балық түрін таңдадым. Алдын ала ішегін бәрін тазалап алғанмын. Енді қазір ортасындағы сүйегі мен қабығын аламыздағы фарш жасайтын боламыз. Неге көріп тұрғандарыңыздай, уже балығымызды жақсылап майдалап фарштап алдық. Енді қазір осыған пиязды майдалап турап қосатын боламыз. Мамасы Омарға, не береді Омарға? Сәбіз бейет, я ма? Сәбіз дейді. Нана,
Жак. Oğlum nasıl? Тайт во рту. Прям жұп-жұмсақ аузымда ериді. Керемет сөз жоқ.